Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қазақтың бұлбұлы күләш. Бүгінгі сабақта біз мәтіннің тақырыбын анықтаймыз, негізгі ойды табамыз, негізгі ойды білдіріп тұрған мәтін бөліктерін, сөйлемдерді анықтаймыз. Қосымша әртүрлі дереккөздерден алынған ақпараттарды қолданамыз. Балалар, сабақты бастамас бұрын ой шақыру бейнежазбаға назар аударамыз. Мұқият қараймыз. Керемет балалар, бейнежазба ұнады деп ойлаймын. Ендеше бейнежазба бойынша сұрақтарға жауап береміз. Балалар, бейнежазбадағы ән ұнады ма? Ұнаса осы әнді орындаушы кім деп ойлайсың? Керемет, дұрыс айтасыңдар балалар. Бұл әнді орындаушы халық артисі, күміс көмей әнші Күләш Байсейітова. Ал балалар, келесі тапсырма алтын сандық деп аталады. Оқулығымыздағы 68-ші беттегі екінші тапсырмадағы Күләш мәтінін түсініп оқимыз. Тақырыбын тауып, алтын сандыққа саламыз. Тапсырманы дескрипторға сүйене отырып орындаймыз. Дескрипторы мәтінді оқып мағынасын түсінеді. Мәтінде автор көтерген тақырыпты таба алады. Тапсырманы орындаймыз. Керемет балалар. Жауабымызды тексерейік. Әңгіме тақырыбы әдеби шығармада сөз болатын басты мәселе. Шығарма мазмұнының негізгі арқауы, айтылатын жағдайдың бағыт-бағдары. Күләш әңгімесінің тақырыбы әнші Күләш Байсейітованың әншілік өмірі жайлы екен. Жарайсыңдар балалар. Келесі тапсырма апельсин бөліктері. Бұл тапсырмада мәтіндегі негізгі ойды, оны білдіріп тұрған бөліктерді жинақтаймыз. Тапсырманы дескрипторға сүйене отырып орындаймыз. Дескрипторы негізгі ойды таба алады, мәтін бөліктерін тауып жаза алады, мәтіндегі ойды жинақтайды. Негізгі ой, мәтін бөлігі, осы бос орындарға өз ойымызды жазамыз. Тапсырманы орындайық. Керемет балалар, енді өзімізді тексерейік. Барлықтарың дұрыс орындағандарыңа сенемін. Негізгі ой бізде Күләш Байсейітова өнерінің құпиясы. Өнерлі отбасының қызы Күләш, жарқын мінезді Күләш, арқалы ерекше қабілетті Күләш, әлемге таныған Күләш, қазақтың бұлбұлы Күләш. Келесі тапсырмамыз айтылым. Мәтін оқиғасын бөліктерге бөліп, өз қалауларыңызша әңгімелеңіздер. Тапсырманы дескрипторға сүйене отырып орындаймыз. Дескрипторы мәтін бөлігін өз қалауынша таңдап алады. Мәтін бөліктерін көркем әңгімелей алады. Мәтіннің эмоциялық сәттеріне мән береді. Яғни балалар, алдымызда мәтін оқиғасының бөлшектері бар. Қалауларыңызша осы бір бөлшектердің біреуін таңдап әңгімелейсіздер. Сабағымызды қорытындылай келе, балалар, алдымызда рефлексия пирамидасы берілген. Осы пирамидада көрсетілген мен есте сақтауға тиісті бір мәлімет, яғни сіз осы сабақта өте отырып, қандай да бір есте сақтайтын бір мәлімет жазып өтесіз. Мен үйренген екі дағды, осы сабақта үйренген екі дағдыңызды көрсетіп кетуіңіз керек. Мен білген үш маңызды ақпарат,
осы сабақта алған ең қымбат 3 маңызды ақпаратты жазып өтеміз. Балалар, бүгінгі сабақ сіздерге ұнады деп ойлаймын. Сабаққа қатысқандарыңызға рахмет. Сабағымызды аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.